Биыл елімізде онкологиялық ауруларды емдеудің соңғы бірегей әдісі қолданысқа енгізілмек. Осы тәсілдің арқасында әлемде талай науқас қатерлі дерттен құлантаза айыққан екен. Енді қазақстандықтар да шетел аспай осындай ем-домға қол жеткізетін күн алыс емес. Ерекшелігі сол, радиоактивті изотоптар арқылы қатерлі дертті анықтап қана қоймай, науқасты емдеуге де болады. Жетекші бағыттардың бірі саналатын ядролық медицинаның артықшылығы жөнінде Зайнұр Байжігіт әңгімелейді. 172 мың адам. Былтыр елімізде осынша науқас онкологиялық ауруға шалдыққан. Өкініштісі сол, мұндай жағымсыз статистика жылдан жылға ұлғайып келеді. Президент іс басқармасы, медициналық орталығы ауруханасы, ядролық медицина бөлімінде жаман аурудың алдын алу үшін үздік технологиямен жұмыс істейді. Бұрын ультрадыбыстық зерттеу арқылы қатерлі ісіктің адам бойына қаншалықты жайылып кеткенін анықтау қиын-тын. Салдарынан операцияның 30% нәтижесі аяқталатын. Қазір позитронды эмиссиондық томографияның арқасында 5 мм ісікті де анықтай аламыз. Қазір адамға бостан-босқа операция жасалмайды. Қазақстанда мұндай аппарат санаулы. Позитронды эмиссиондық томография жаман ауруды ерте анықтауға көмектеседі. Ал нақты қойылған диагноз дәрігердің қолындағы басты қару емес пе? Человек вводит радиофарм препарат. Адамға радиофарм препарат салынғаннан кейін 40 минут өткен соң аппаратқа жатқызылып зерттеу жүргізіледі. Тамыр арқылы жіберілген радиофарм препарат ауру ошағының дәл қай жерде, табиғаты қандай екенін біліп, үлкен дәлдікпен диагноз қоюға көмектеседі. Енді алдағы уақытта қатерлі ісікке шалдыққан науқастарға пышақтың астына жатудың қажеті болмай қалуы да мүмкін. Ол үшін елімізге әлемдегі соңғы бірегей аппарат әкелінбек. После запуска циклотрона изотоп жасайтын циклотрон деген қондырғыны іске қосқаннан кейін қатерлі ісікті ерте анықтап қана қоймай, ем-домды қатар жүргізе аламыз. Нақтырақ айтқанда, ядролық изотопты қолдану арқылы рак клеткалары зақымдалады. Бірақ сау жасушаларға нұқсан келтірілмейді. Сөйтіп қатерлі ісіктің көзі жойылады. Өкініштісі сол, елімізде мұндай технология әзірге жоқ. Бірақ оны биыл қолданысқа енгіземіз деп үміттеніп отырмыз. Демек, болашақта диагноз қою ғана емес, емдеу ісі де ядролық медицинаның міндетіне айналуы әбден мүмкін. Зайнұр Байжігіт, Назият Тұяқова, қорытынды жаңалықтар.